Ұялы телефон, интернет менде ғана емес, бәрімізде бар. Сондықтан кейбір жұртқа мәлім нәрселерді айтпай-ақ қояйын, сөзді көпіртіп, езгілеп, қысқа бір көзқарасымды айтып шығайын бір нәрсеге. Мына Ресей-Украина соғысы немен аяқталуы мүмкін? Ол енді екі талай. Бәлкім Ресей ұтар, мүмкін ұтылар. Не болса да, немен аяқталса да, Ресей о соғыстан әлсіреп шығатыны ол ешқандай даусыз, сұрақсыз түсінілетін мәселе. Қазірдің өзі әлсіреп отыр, ал соғыс аяқталғанда адам шығыны да, қаражаты да бәрі тозып келеді. Ал ол тозғаны, Ресей орталығы Мәскеудің әлсірегені Ресей тарапындағы халықтарға жол ашып береді тәуелсіздік алуға. О тәуелсіздікке ұмтылған ішкі сұранысы бар халықтардың тізімі бізге белгілі, бәріміз білеміз олар кім екенін. Татар башқұрты бар, жақут буряты бар, тыва бар, Кавказ халықтары бар және орыстардың өзі бар. Ол қиыр шығысында тұратын шоғырланған Владивосток, Хабаровск жақтағы қиыр шығыс несі бар, территориалдық атауы бар еді, Дальневосточный край. Сол қайсы тұңғыш ұлт азаттық соғысына, қозғалысына айналатын дайын соған кім бар? Бірінші кім болады топты жарып шығатын деп бір дауласатын осы бір мәселе. Біреулер айтады ол қиыр шығыс болады дейді, біреулер айтады жаңағы Сібірдегі жақут бурят тывалықтар болады дейді, біреулер айтады Еділ бойында тұратын халықтар болады дейді, татар башқұрт, басқалар айтады ол Кавказ халықтары болады деп. Оның бәрімен келісуге болады, сөздің жөні бар, қисынды, орынды, бірақ менің ойымша, соны айтайын. Тәуелсіздікті алу ол тек қана халықтардың, ұлттардың қолында емес, элиталардың. Оны жүзеге асыру үшін тағы да бір фактор керек. Ол сыртқы күш, сыртқы ықпал. Жаңағы қиыр шығыста ондай күш жоқ. Географиялық олармен шекаралас солтүстік Корея, жапондықтар бар, бірақ олар жаңағы жергілікті орыстармен қиыр шығыстың ешқандай жақындығы жоқ. Не тіл, не діни, не мәдени, не ешқандай. Сібір халықтарында жақут, ажағы бурят, тывалықтарда көршілес мемлекет бар. Буряттармен ол Монғолия, бірақ Монғолияның сыртқы саяси белсендігі жоқ. Ол араласпайды, ешқандай жәрдем көрсетпейді жаңағыларға, тәуелсіздік алуға. Татар башқұрттары Еділ бойындағы, олар Ресей ішінде орналасқан республикалар. Енді республика деп атаймыз, былай білеміз ол жалған атау. Олар жай ғана губерния, сыртқы күш жоқ, оларға жәрдемдесетін, шекаралас ешкім жоқ. Сондықтан тек қана бір ғана регион бар, тәуелсіздік алуға мүмкіндіктері көбірек, ол Кавказ. Неге десеңіз, өйткені Кавказда орналасқан бір сол Кавказ өлшемімен санағанда бір алпауыт мемлекет бар, ол Әзербайжан. Жаңағы Кавказ халықтары мен Ресей тарапындағы діндес, көршілес, менталитеті жақын, әскери мұршасы бар, қаражаты бар, шпиондық арнайы қызметтердің мүмкіндіктері бар, агентурасы бар, жаңағы қоғамдарда сөзі өтеді, ол жаңағы сол Әзербайжан. Осы фактор шешуші факторға айналуы мүмкін. Тәуелсіздікке ұлт азаттық қозғалыстары бастамашы болатын сол Кавказ халықтары Әзербайжанның арқасында. Әзербайжанда саяси белсенділігі де жетеді, ішкі саясатқа бағытталған, ызасы да бар, Ресейден алынбаған өші де бар. Күннен күнге өршіп, көбейіп келатқан тек қана армян Қарабақ соғысы емес, Қожалы геноциды емес, Сталин репрессия емес, бүгінгі
күнге дейін жалғасып келе жатқан шиеленістер бар. Кеше ғана Екатеринбургта болған оқиға бар азербайжандықтар мен Ресейде тұратын. Сондықтан Азербайжан белсенді араласып, Кавказ халықтарының Шешен, Дағыстан, басқаларымен ортақ ымыраға кеп, оларды қаржыландырып, оларға кепіл беріп, оларға жәрдемдесіп, ақпарат алмасып, тәжірибе алмасып, көмектеседі дегенге мен өзім сенемін, және олар соны істеп те жатыр. Сондықтан мен білемін, менің ойымша, ұлт азаттық қозғалыстар Ресейдің ыдырауы, құлауы, тарқауы осы Кавказдан басталады. Ол Кавказ халықтарының мінез құлқы бір ерекшеліктер емес. Олар сондай намысты деп айтатын жоқ, одан емес. Тек қана жаңағы шешуші фактор сондай көрші болуы оларда. Жаңағы Азербайжан сияқты. Басқаларында жоқ, өкінішке орай. Не татар башқұрт бауырларымызда жоқ, не сақаларда жоқ. Ешқайсында ондай көрші жоқ. Ал Кавказда бар. Мүмкін бағы сода шығар. Кавказдың артында тұрған Түркия, НАТО-ның мүшесі, Түркияның артында тұрған Ұлыбритания, әсіресе күші да бар, шпиондық біз жаққа, біздің регионға саясаты да көзделген, тарихи тәжірибесі да мол. Ресейдің басты жауы Ұлыбритания. Солар бәрі бір боп, бірінші Ресей астынан Кавказды жұлып алады. Соған сенемін, ойым сол, сонымен бөлісіп отырмын. Болжамым осы. Букмекерлер конторасы осыған ставка қабылдап нететін болса, мен осыған тігетін едім.